Қыздар, бүгін мен сіздерге ең удачный чизкейктің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен осы күнге дейін бірнеше чизкейктерді пісіріп көрдім, бірақ да ішіндегі ең қатты маған ұнағаны осы чизкейктің рецептісі болды. Сондықтан да сіздерге бөліскелі отырмын. Бізге ең бірінші 2 жұмыртқа керек. 2 жұмыртқадан кейін 150 грамм қант, 400 грамм творог. Осы 3 продуктыңызды алып, блендердің көмегімен өте қатты майда болғанша, творогыңыз жақсы езілгенше, сұйық болғанша блендерлеп шығамыз. Мінекей осындай масса шығу керек сіздерде. Енді тестамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм ұн, үккіштен өткізіп алған, алдын ала дайындалған ұн менде, және де 3 ас қасық қант. Осы екеуін жақсылап араластырасыздар. Және де морозильникте сақталған, сіздерде қатты май болу керек екен. Ал мен тек тоңазытқышта ғана сақтаған, сондықтан да менің майым сәл жұмсақтау болды. Салқын ғана холодильникте сақтағандықтан, ондай қатты мұз болмағандықтан теркадан жақсы өткізілмеді. Дегенмен де мен осылай ұнның көмегімен теркадан өткізіп, майымды сөйтіп өткізіп алдым. Ал сіздер морозильникте сақтап, жақсылап теркадан ыңғайландырып өткізсеңіздер болады. Май, қант, ұнды осылай қолдың көмегімен крошка болғанша осылай барлығын араластырып қамыр илеп аласыздар. Енді листімізге пергамент қағазын төсеп, үстіне кольцоңызды мен 20 диаметрге қойып, стаканның көмегімен қамырды тегістеп, бірде тегіс болғанша стаканның көмегімен тегістеп алдым қамырды. Және де шет-шетінде әдемілеп, барынша бір тегіс қылуға тырысыңыздар. Сол кезде пирог әдемі көрінетін болады. Және де жаңа творожная массаңызды осы қамырдың үстіне құясыздар. Духовкада 180 градуста, қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-25 минут қана пісіріп аласыздар. Дайын болғанын зубочистканың көмегімен көрсеңіздер болады. Мінекей чизкейкім дайын, қамыры да піскен, жаңағы творогы да әдемі дәмді болған, өте маған қатты ұнады. Осы рецептімен жасап көріңіздер, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.